Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін ерекше әдіспен қазанның қақпағында нан дайындайтын боламыз. Өте дәмді тандыр нан сияқты болып шығады. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет болады. Үстінен 1 шай қасық құмшекер, 1 шай қасық ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің арнамнан неше түрлі дәмді тағамдардың, оригинал торттардың, ыстық тағамдардың, салаттардың, пирогтардың өте ерекше рецепттерін таба аласыз. Сондықтан жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Апараның бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Бөлек үлкендеу ыдысымызға ұнымызды саламыз. Үстінен 1,5 шай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Керемет дәмді ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видеоның астындағы подписаться белгісін және қасындағы қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Үстінен жаңағы дайындап қойған апарамызды бір араластырып қосамыз. Төрт-бес ас қасық сұйық майымызды қосып, бірінші лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан соң бетін пищевой пленкамен немесе ыдыспен жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5-2 сағатқа қалдыратын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз 2 есе көтеріліп ашыды. Енді осы қамырымызды алып теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бұл қамырдан бізде 2 нан шығатын болады. Осылай домалақтап біраз уақыт қалдырып қойсаңыз, нандарыңыз көтеріліп әдемі шығады. Келесі кезекте қазанымызды қатты отқа қойып қоямыз, қыздырып. Және де нанымызды пісіретін кезде қазанның қақпағын бөлек отқа қатты қыздырып алатын боламыз. Қазанымыз қап-қара болып күйіп кетпес үшін астына осылай тұз сеуіп қойсаңыздар болады. Енді нанымызды жұқалап осылай формаға келтіріп жаямыз. Егер видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Ортасын жұқалау етіп, шет жақтарын кішкене қалыңдау қыламыз, сонда көтеріліп әдемі болып пісетін болады. Ортасын шанышқының көмегімен жақсылап осылай тесіп шығатын боламыз. Келесі кезекте нанымызды теріс қаратып, астына су жағамыз. Солайша қазанның қақпағына жабыстырып пісіретін боламыз. Суды молынан жағамыз, барлық жеріне жеткізіп. Қазанның қақпағын қатты отта 2-3 минут қыздырып алғаннан соң осылай нанымызды жабыстыратын боламыз. Теріс жағын сулаған бетімізді астына қаратып, осындай дауыс шығады. Қатты қыздырған кезде сонда нанымыз түсіп кетпейді, асты қызарып пісетін болады. Міндетті түрде қазанның қақпағын жақсылап қыздырып алу керек, сонда асты да барлық жері піседі. Енді нанымызды осылай түсіп кетпес үшін жақсылап басып, шанышқымен тағы да ортасын шұқып шығамыз. Ауаларын пышақтың көмегімен шығарып, орталарын жақсылап шашықтың көмегімен басамыз. Енді бетіне қызарып әдемі болып пісуі үшін жұмыртқаны жағамыз. Және қалауыңыз бойынша күнжіт мак сепсеңіз болады. Осы уақыт аралығында қазанымыздың асты қатты отта болып тұру қажет, қызып тұрады. Сонан соң нанымызды салып бетін жапқан кезде астын баяулатамыз. Мінекей осылай қазанымыздың қақпағын жабамыз, нанымыз түсіп кетпейді. Енді отты баяудан кішкене жоғарылатып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей 5 минуттың көлемінде осылай көтеріледі. 15-20 минуттың көлемінде нанымыз қып-қызыл болып көтеріліп, өте дәмді болып шығады. Тез дайын болады, жұқа, жеңіл, әдемі болып шығады.
Мінекей өте дәмді тандыр наннан кем емес қазан нанымыз дайын болды. Пышақтың көмегімен астын ажыратып алып, қақпағымызды бір жуып, екінші нанымызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Жұмсақ, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Мадина.